халқының жаны, рухы мен тарихын бойына сіңірген қасиетті ұлттық аспап. Қос ішектен төгілген күй халқымыздың шежіресі ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан асыл мұра. Бұл енді домбыра күніне орай біздің ауданымызда жаңа іс-шара өтті. Домбыра күні 2018 жылдан бері тойланып келе жатыр. Оны білесіздер, жаңа шілде айының алғашқы аптасында. Енді бүгінгі біздің қонағымыз саз мектебінің домбыра классының ұстазы Қайрат Байғұтты. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Енді бүгінгі подкастымыздың алғашқы сұрағы өзіңізге қойғым келіп отыр. Ең алдымен алғашқы домбыраны қолыңызға қай уақытта немесе неше жасыңызда алдыңыз? Жалпы ең алғаш осы домбыра аспабын қолыма мен 5-6 жасынан бастап ұстадым. Енді үйде өзімізде әкем домбырашы, ағам домбырашы. Сол кісілерге қарап, қызығып, домбыра ойнағанына қарап қызығып, сол ең алғаш 5-6 жастан бастап осы домбыраның жайлап үйрене бастадық. Қаратөбе балалар музыка мектебі, енді ол кезде Ғарифолла Құрманғалиев атындағы саз мектебі болды. Сол мектептен Аким Сабат Макаров деген ұстазым болды. Сол кісіден тәлім алып, осы домбыраның қыр-сырын үйреніп, соны орындап, сосын шығу тарихын айтып берсеңіз. Жалпы енді қазақ даласында көптеген күйлер бар, оның барлығын айтып өтуге болады. Мынау да менің жақсы күйім, мынау менің жақсы көретін күйім деген сияқты күйімді айтып өткім келіп тұр. Жалпы енді білесіздер, 2019-2020 жылдары жалпы Қазақстанда карантин болды. Яғни сол уақыттарда көптеген өнер жұлдыздары белгілі бір сахнаға шыға алмай, яғни үй жағдайында халыққа бір рух беру мақсатында, шабыт беру мақсатында өздерінің әндерін, шығармашылық кештерін, яғни онлайн түрде берді. Сол секілді мен іштей ойландым, неге осы бір ең болмаса Орал болмаса да өзім тұрып жатқан осы Қаратөбе ауданы бір неге бір шабыттандырмасқа осы халқымды, туған жерімді бір неге мен бір рухтандырмасқа деген мақсатпен бір шабыт деген күй шығардым. Сол 2020-да тұсауы кесілді Ақжайық телеарнасында. Соның бір қысқа нұсқасын орындап берейін. Жақсы, ұзақ бөлімдер бар қарағанда, уақыт тығыз болғасын. Әр қазақ баласы домбыра тарту білу керек дегенге келісесіз бе жалпы? Әрине, енді қазақ пен домбыра ол егіз ұғым ғой. Қазақ десеңдер қасында міндетті түрде домбыра есімізге түседі. Қазақтың ұлттық рухы осы домбыра, қазақтың ұлттық коды десек болады домбыра. Яғни әр қазақ баласы осы қазақтың домбырасын білу керек деп ойлаймын. Міндетті түрде бір кәсіби түрде меңгермесе де, ол қазақ болып туылғаннан кейін осы домбыраны шертіп, әрдайым жүрген ортасында домбыраны бірге алып жүріп, ойнап жүріп, насихаттау керек деп ойлаймын жалпы өз басым. Жергілікті қаратөбеліктерді құттықтап немесе тілегіңізді айтып өтсеңіз. Құрметті Қаратөбе ауданының тұрғындары және қонақтары, сіздерді келіп жеткен ұлттық домбыра күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Әрқашан қазақ даласында, қазақ жерінде қазақтың домбырасы әрқашан самғай берсін, шарықтай берсін дегім келеді. Мереке құтты болсын. Келіскеніңізге өте көп рахмет айтамын. Алтын уақытыңызды бөліп, енді бүгінгі іс-шараға келіп өз өнеріңізді көрсеттіңіз. 3 буын жаңағы өнер көрсетіп, сондай шәкіртіңіз бар қасыңызда, аға буын бар. Өте тәнті болдық өнеріңізге. Көп рахмет сізге. Әр қазақтың төрінен орын алып, ұлттық өнеріміздің мәртебесі асқақтай берсін. Бізбен болғандарыңызға көп рахмет. Алда жүздескенше.
Alkışlar öneri gösterdi. Karadiyallarda kalıptı folk asfaltlar orkestra.